Саламатсызбы ипарлықтар. Сәлем. Бүгін біз мына бала шағамызбен отырып эксперимент жасайын деп отырмыз. Яғни мына ипар компаниясының мына жерде мына балаларымыздың ішіп жүрген өнімдері. Соның ішінен біз мына С витаминді эксперимент жасаймыз. Қазір мына ересектерге арналған С бар, сосын балаларға арналған С бар. Яғни қазір қайсысын жасаймыз? Балаларға арналған жасаймыз. Яғни ол үшін біз мына жерде су аламыз. Сосын біздің мына органымызды бір күріш аламыз, сосын йод аламыз. Яғни мына С витамин бізге неге керек? Не үшін керек? Салқынды, нені, бүткіл грипп, соның бәрін алдын ала ішсек, яғни ішке түсіп жатқан вирустардың бәрін тез өлтіреді бізде. Яғни мына жерде бірінші біздің мына бір органымыз деп алайық. Мына біз енді 80% судан тұрамыз. Сосын мына жерде бір органымыз деп алайық, күріш алайық. Күнделікті күріш. Сосын мына күнделікті біздің мына денсаулығымызға тиіп жатқан ауадан, неден келіп жатқан ластар. Мынау енді йод. Аптеканың йодын алып отырмыз. Содан қазір мына жерде араластырып көреміз. Яғни мынау біздің организмге түскен ластар. Көрдіңіздер ме, қалай ластарын жатқан біздің организм? Ластанып мынандай қап-қара болады екен. Міне қараңыздар, қап-қара болып тұр. Яғни оны айналдырған сайын, одан сайын қарая береді. Түсіндің ме? Да, енді мына біз С витамині қалай жұмыс жасайтын қарайық. С витамин аламыз, яғни кішкене езіп көмектесіп жібереміз қасықпен. Біздің организмге түскеннен кейін